Alhamdulillahi Rabbil Alamin, вассалату вассаламу ала сейдина Мұхаммедин ва ала алихи ва асхабихи ажмаин. Барша мадақтар мен мақтаулар әлемдердің Раббысы болған Аллаға, салауаттар мен сәлемдер ардақты пайғамбарымызға, пайғамбарымыздың ардақты барша пайғамбарымыздың үмметіне Алла тағаланың рахметі, пайғамбарымыздың шапағаты болсын деп, бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Бүгін осы имам Ғазалидің Бидаятул Хидая, Тура жолдың бастауы атты кітабынан бүгінгі өтетін сабағымыз, ол екінші бөлігі Әл-Қаулу фи ижтинабил мааси, күнәләрден сақтану жөнінде имам Ғазалидің айтқан өсиеттері. Қараңыздар, я'лам анна лид-дини шатрайни, жалпы діннің екі бөлігі бар дейді. Жалпы ислам дінін екі бөлікке бөліп қарасақ болады, жалпы жақтан. Ахадухума тәркул манахи, біреуі Алланың тыйымдары, түсінікті ме? Вәл ахару фи'лу таат, екіншісі әмірлерді орындау, Алла тағалаға, Алла тағаланың бұйырған нәрселерін орындау. Демек, екіге бөліп қарауға болады екен. Тыйымдардан сақтану, әмірлерін орындау. Біз енді қараңыздар. Бірінші, осы уақытқа дейінгі сабағымызда біз Алланың әмірлерін кемел түрде қалай орындау керек, біз соған тоқталдық, әмірлерді орындау. Енді келесі өтетін сабағымыз ол тыйымдардан қалай сақтану керек. Сол жөнде болады. Енді бұл кісі былай деп айтады. وَتَرْكُ الْمَنَاهِ هُوَ الْأَشَدُّ. Қараңыз. Осы тыйымдардан сақтану дейді. Мынау Алланың әмірлерін орындауға қараған кезде кішкене адамның нәпсісіне ауыр тиеді. Және сондықтан да бұның сауабы көп. Өйткені бір Алланың әмірін орындай салу, ол адамның нәпсісіне ауыр тимеуі мүмкін. Бірақ өзіне 20 жылдан бері әдет болып кеткен, 30 жылдан бері әдет болып келе жатқан жаман іс-әрекетін, ұнамсыз, шариғат тыйым салған бір іс-әрекетін тастау, ол адамға қиын, одан құтылу. Өйткені ол деген нәпсі қалайтын нәрсе. Ол үшін нәпсімен жұмыс жасау керек кәдімгідей. Сондықтан да, егер соны жеңе білетін болса, оның сауабы көп болады дейді. فَإِنَّ التَّاعَةَ يَقْدُرُ عَلَيْهَا كُلُّ أَحَدٍ. Өйткені, қараңыз, құлшылыққа, жалпы Алланың әмірлерін орындауға көп адамның шамасы келеді. Көп адам келіп мешітке намаз оқи беруі мүмкін. Кез келген адам. Кез келген адам ораза ұстап кетуі мүмкін. Бірақ, қараңыз, وَتَرْكُ الشَّهْوَاتِ لَا يَقْدُرُ عَلَيْهِ إِلَّا الصِّدِّيقُونَ. Ал енді өзінің шәһуат деген кезде бұна үш нәрсені білу керекпіз. Шәһуатул қалбия болады. Адамның жүрегімен жасалатын жаман ойлар. Ол адам жүректің аурулары, рухани, қызғаныш, тәкаппарлық, рияқорлық, қарасаңыз, өтірік айту, суайттық, бұлардың барлығы жүректің жасайтын күнәлері. Бұл тыйым салған Алла тағала бұған. Және уәл бәдәния дейді, денемен жасайтын күнәлар. Денемен жасайтын күнәлар. Мысалы, адам зина жасауы мүмкін. Не болмаса басқалай біреуді ұруы мүмкін деген сияқты. Кез келген денемен жасайтын күнәлар. Уәл фәржия дейді, бұл енді астыңғы жақ көбінесе адамның өзінің шәһуатына жаңағы зина сияқты көптеген сондай нәрселер жағынан келетін тыйымдар. Міне, осының барлығына ие болып, Алланың әмір еткеніндей жүру, бұл қиын нәрсе. Бұл тек қана сыддиқун деп айтты. Көрдіңіздер ме? Сыддиқун деген сөз, тәубесінде Алла тағалаға шынайы түрде тәубе ете білген адамдардың ғана бұл қолынан келеді. Егер бір адам, қараңыз, мен қанша уақыт болды осы күнәні, мысалы, насыбай атуды тастай алмай жүрім десе, ол адам, қараңыз, тастай алмай жүрген жоқ. Тәубесінде шынайы емес. Егер тәубесінде шынайы болса тастайды.
тура сондай кез келген күнә, кез келген қателік тәубесінде шынайы болса тастайды. Демек, сыддиқтардан болмай жатыр да, тәубесінде шынайы тәубе еткен, шынайы қайтқан, шынайы содан жиіркенген жүрегімен соны жасағысы келмейтін адам болмай жатыр ол. Егер болса, Алла Тағала көмектеседі оған. Міне, сондықтан осы шахуаттың, нәпсінің қалауын тек қана шынайы адамдар ғана солардың қолынан келеді деп айтты. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам хадисінде келтіреді өзінің. Мынандай хадис бар: «Әлә ұхбирукум бил муъмин». Мен пайғамбарымыз хадисінде айтып жатыр. Мұсылмандардың кім екенінен, сен мүминдердің кім екендігінен сендерге хабар берейін бе дейді пайғамбарымыз. Мән әминахун насу аля анфусихим ва амуалихим. Қараңыз, вал муслиму мән салиман муслимуна мин лисанихи ва ядихи. Мүмин мұсылманды айтып жатыр. Олар кімдер? Егер бір адам, келесі бір адамның, қараңыз, мұсылман адамдар кімдер деді? Тілімен және қолымен адамға зиян бермеген адамдар. Тілімен, қолымен, қандай да бір сөзімен болсын, іс-әрекетімен болсын, басқа біреуге зиян келтірмейтін, басқа біреу өзінен қауіптенбейтін адамдар деді пайғамбарымыз. Және уәл мужахиду мән жахада нафсаху фи таатин. Нағыз мужахид, нағыз Алла жолында жүрімін дегендер кімдер олар? Оны пайғамбарымыз хадисінде айтады. Таатқа деді. Алланың әмірі жолында нәпсісімен күресе білген адамдар деді. Олар не? Сіздің мысалы таң намазға жылы төсегіңізден тұруыңыз. Түсінікті ме? Қысты күні, қарлы боран күні, суық күні мешітке кеп жамағатпен намаз оқиыншы деп қанша жол басып осы жерге келуіңіз. Түсінікті? Басқа да кез келген осындай ғибадат жолында, құлшылық жолында сіздің маңдайыңыздан төккен тер, ол Алла жолындағы күрес болып саналады. Түсінікті? Енді хадисті жалғастырып айтады. Уәл мухаджиру мән хаджарал хатая ва зунуб. Пайғамбарымыздың білесіздер, мухаджир деген Меккеден Мединеге көшіп барған сахабалар. Болды. Пайғамбарымыз өмірден өтті, енді мухажир жоқ, мухажирлер жоқ. Бірақ пайғамбарымыз хадисінде айтады, мынандай адам егер осындай сипат табылатын болса бір адамның өн бойынан, ол адамда мухажир болып саналады деді. Олар кімдер? Қараңыз. Мән хаджарал хатая ва зунуб. Кімдегім қателігін және күнәләрінен бас тартып, түсінікті ме? Сол күнәләрінен, қателіктерінен арылу жолында ол адам күресетін болса, ол да мухажир болып саналады деді. Түсінікті ме? Яғни меккелік сахабалар Мединеге көшіп барды ғой. Бір халден келесі бір халге өтті. Бір мекеннен келесі бір мекенге өтті. Мұсылман адамда тура сондай. Бір қателік болса, соны өзгертіп, мойындап, егер бір адам сенің мынандай қателігің бар, бұл дұрыс емес десе, соны өзіне қабылдап, мойындап, түсінікті ме? Сол халден, сол жағдайдан, сол сипаттан басқа бір сипатқа, жақсы сипатқа ауысатын болса, ол да мухажир болып саналады деді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Міне, ва'лам أنك إنما تعصي الله بجوارحك وهي نعمة من الله وأمانة لديك. Сен біл дейді. Сен негізі барлық күнәні Алла Тағала берген, Алла Тағала саған аманат қып қойған, сен дене мүшелеріңмен жасайсың. Бір адам тілімен біреуді ғайбаттауы мүмкін. Тілді саған кім берді? Алла берді ғой, дұрыс па? Бір адам не істеуі мүмкін? Құлағымен біреудің ғайбаттаған дұрыс емес сөздерді естеуі мүмкін. Құлақты кім берді саған? Алла Тағала берді ғой. Бір адам көзмен күнә жасауы мүмкін. Көзді кім берді саған? Алла Тағала берді, аманат саған. Бір адам аяғымен күнә жасайтын жерге баруы мүмкін. Аяқты кім берді сізге? Алла Тағала берді ғой, дұрыс па? Демек, сіздің ешқандай едіңізде бір зат жоқ екен.
бәрі Алланың заты екен да, сізге беріп қойған уақытша. Өмірге келдіңіз, уақытша пайдаланасыз, ертең өмірден өткеннен кейін тапсырып бересіз қайтадан иесіне. Ал енді сіз біреу аманат қып сізге қойып қойған нәрсемен қалай оны не істейсіз дейді, күнәға жұмсайсыз дейді оны. Фасти'анатука би ни'матиллахи ала ма'сиятихи ғаятул күфран. Сіз Алла беріп қойған осындай бір нығметтерді, Алла Тағаланың затын күнәлі істерге жұмсауыңыз, ол ғаятул күфран. Қараңыздар, ғаятул күфран деген сөздің мағынасы нығметті, Алланың берген нығметін көрмеу. Алла Тағаланың берген нығметін көрмеу, Алла Тағаланың берген нығметін сезінбеу болып табылады. Дайдды шүкір дейді. Шүкір етпейсіз, керісінше соған не істеп жассыз, қарсы келіп жассыз. وَخِيَانَتُكَ فِي أَمَانَةٍ إِسْتَوْدَعَكَ اللَّهُ غَايَةُ الطُّغْيَانِ. Алла Тағала саған қойып қойған, өзіңіз ойлаңыз, сіз біреуге машинаңызды уақытша тапсырып қойдыңыз. Бір жерге барасыз, 15 күнге бір жерге кеттіңіз, машинамды сіздің аулаңызға, сіздің үйіңізге тастадым дедіңіз, қойып қойдыңыз. Қараңызшы, сіз қайтып келгенше, ол сіздің машинаңызды кірлетіп, бір жерін бұзып, аманатқа қиянат жасайтын болса, сізге ұнай ма сол іс-әрекет? Қойып қойған нәрсеңіз ұнамайды, дұрыс па? Аманатқа қиянат жасау. Кез келген бір затыңызды қойдыңыз, сақтап қойып уақытша. Бірақ ол сіздің аманатыңызды қолданды, бір нәрсе жасады, уақытында қайтармады. Ол адам ұнамайды сізге. Бұл да тура сондайда Алла Тағаланың берген дене мүшелерін сіз қалай күнәлі істерге жұмсайсыз? Осы дене мүшелерін күнәлі істерге жұмсау ғаяту тұғиян дейді. Бұл не? Шектен шығу. Түсінікті ме? Шектен шығу болып саналады. Фәәъдәука рааяка фанзур кайфа тарааха. Сіздің дене мүшелеріңіз сіздің басқаруыңызда қазірше. Сіз қалай басқарып жатсыз дене мүшеңізді? Соған көңіл бөліңіз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадисінде айтқан: фәкуллукум раин ва куллукум мас'улун ан раиятихи. Сендер әрбірлерің жауапкер бақташысыңдар деп айтты. Қоластыларыңда белгілі дәрежеде өздерінің басқаратын адамдарың бар. Дене мүшемізден біз жауап береміз ертең. Қайда жұмсап жатсың, қайда қарап жатсың, қандай нәрсе естіп, тыңдап жатсың, ертең барлығымыз жауап береміз. Сондықтан оған көңіл бөліңдер деп пайғамбарымыз хадисінде бұны бізге ескертіп кетті. Қараңыз. Енді біз осы бүкіл дене мүшемізді күнәлі істерге жұмсайтын болсақ, не болады ол? وَعْلَمْ أَنَّ جَمِيعَ أَعْضَائِكَ سَتَشْهَدُ عَلَيْكَ فِي عَرَصَاتِ الْقِيَامَةِ بِلِسَانٍ طَلْقٍ ذَلْقٍ дейді. Сенің бүкіл дене мүшелерің не істейді? Ертең қияметте ашық, анық, түсінікті тілде сізге куәгер болады. Тафтахука бихи ала руусил халаик. Бүкіл адамзаттың алдында сіздің жасаған күнәларыңызды ашып тастайды дейді. Түсінікті ме? Қолыңмен жасаған болуы мүмкін күнәні. Ертең қолың куәгер болады. Біз мойындамай қашады екенбіз. Өйткені Алла Тағала қасиетті Құран кәрімде Нұр сүресінің 24-ші аятында былай деп келтіреді. Яума ташхаду алейхим. Құран кәрімнің аяты қараңыздар. Яума ташхаду алейхим алсинатухум ва айдихим ва аржулухум бима кану яъмалун. Қараңыз, қолыңыз, сіз жай ғана, түсінікті ме? Мысалы, Фейсбукқа болсын, Инстаграмға болсын, бір видеоны көріп қаласыз. Жай бір нәрсе жазып кетесіз да, отырып. Қолыңыз теріп жатыр да аны. Егер сіз соған бір күнәлі, балағат сөз жазып, неше түрлі сөздер айтып терсеңіз, әрбір терген, әрбір әрпіңізге ертең қолыңыз не болады? Куәгер болады сіздің. Құран кәрімнің аяты айтып тұр. Сол күні, қиямет күні, сендердің тілдерің, қолдарың, аяқтарың, әрбір істеген істеріңе куәгер болады дейді. Әрбір айтқан сөзді біз байқап сөйлеу керекпіз. Әйтпесе, қарап отырып күнә жазылып қалады біздің амал дәптерімізге. Құран кәрімнің аяты айтып тұр. Алла Тағала басқа бір аятта келтіреді, Ясин сүресінің 65 аятында. Әл-яума нахтиму аля афуахихим. Ол күні адамдардың біз ауыздарын не істеп саймыз дейді, мөрлеп саймыз дейді. Ауыздар сөйлемейді, болды. Бірақ ватукаллимуна айдихим. Қолдар сөйлейді.
адамдардың. Не жазды? Түсінікті ме? وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Аяқтары сөйлейді, аяқтары куәгер болады. Не істегендеріне. Өйткені қараңыз, бізге сөйлеу қуатын беріп тұрған тілімізге тамағымызды Алла тағала. Алланың құдіреті жетеді ғой, бір адамның қолын сөйлетіп қоюға. Бір адамның көзін сөйлетіп қоюға Алла тағаланың құдіреті жетеді. Демек, енді не істейміз? Бүкіл Алла тағала тыйым салған күнәдан сақтану керекпіз. Басқа жол жоқ. فَحْفَظْ يَا مِسْكِنُ جَمِيعَ بَدَنِكَ مِنَ الْمَعَاصِي وَخُصُوصًا أَعْدَاءَكَ السَّبْعَةِ. Ей, қараңыз дейді да, ей міскин, бүкіл денеңді сен күнәдан қорға, бірақ әсіресе мына 7 денеден үнемі сақ бол дейді. Осы адам денесіндегі 7 денені айтады енді. Біріншісі қараңыз. Өйткені қасиетті Құран кәрімде Хиджр сүресінің 44-ші аятында келтіреді. لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. Тозақтың 7 есігі бар деді. 7 есіктен әрбірінен өзі тиісті күнә жасаған адамдар кіреді екен. ولا يتعين لتلك الأبواب إلا من عصى الله تعالى بهذه الأعضاء السبعة. Енді қараңыз, көбінесе осы 7 дене мүшесімен күнә жасаған адамдар тозаққа кіріп кетуі мүмкін дейді. Біріншісі, бұл не? Әл-айн, көз. Бірінші дене мүшесі ол көз. Вәл-үзін, құлақ, вәл-лисан, тіл, вәл-батын, қарын, вәл-фәрж, адамның жыныстық мүшелері, вәл-яд, қол, вәл-риджіл, аяқ деді. Осы дене мүше, осы 7 дене мүшемен күнә жасаудан сақтаныңдар дейді. Біз жеке-жеке тоқталамыз. Адам қалай күнә жасауы мүмкін осы 7 дене мүшесімен? Біріншісі, әмәл-айн, көз. Енді көзді қараңыздар. فَإِنَّمَا خُلِقَتْ لَكَ لِتَهْتَدِيَ بِهَا فِي الظُّلُمَاتِ. Жалпы, көзді біз Алла тағала не үшін берді? Көру үшін берді. Жақсылықты көру үшін берді. Түсінікті ме? Қараңғы жерде тура жолды табу үшін берді. وَتَسْتَعِينَ بِهَا فِي الْحَاجَاتِ. Кәсіп, бала-шағамызды, нафақамызды бағу үшін, кәсіп жасау үшін берді көзді бізге. وَتَنْظُرَ بِهَا إِلَى عَجَائِبِ مَلَكُوتِ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتِ. Мынау Алла жаратқан әсемдікке қарау үшін берді. Жаңбыр, ағаш, гүл, әсемдікке қарап біз ләззат алу керекпіз Алла тағаланың жаратқан әсем көріністерінен. وَتَعْتَبِرَ بِهَا бима фиха минал аят. Сол Алла тағаланың ұлылығынан дейді, солар ұлы жаратылысынан қарап біз көз арқылы Алла тағала қандай ұлық екенін білу керекпіз. Демек, фахфазфа ан арбаин. Көзіңізді 4 нәрседен сақтаңыз деді. Біріншісі, енді көзді харамнан сақтау керек деген кезде не келеді өзі? Ан танзура биха иля гайри махрамин. Көзіңізді Алла тыйым салған әурет жерлерге қараудан сақтау керексіз. Түсінікті ме? Ашық-шашыққа қараудан көзіңізді сақтау керексіз. Адамның мынау жасап жатқан ғибадатынан ләззат алмауының, оқып жатқан Құраныңыздың дәмін сезінбеуіңіз, намазыңыздан бір намаз оққан сияқты дәм ала алмауыңыз, зікір айтасыз, салауат айтасыз, ешқандай өзгеріс жоқ. Себебі сіз көзіңіз арқылы күнәні жасап, жүрегіңізді өлтіріп тастағансыз. Оны тірілтпесеңіз ешқандай әсер етпейді. Әу иля суратин мулихатин уәлә би шахуатин нәфс. Тура сондай тір адамға ғана емес дейді. Инстаграмда болсын, әлеуметтік желіде болсын, соткада болсын, тіпті ілулі тұрған суретте болсын, қабырғадағы фотода болсын, ол жерде де ашық-шашық нәрселер болатын болса, көз зинасын жасауға болмайды. Түсінікті ме? Әу танзура биха иля муслим. Енді көзбен қандай күнәлар жасалуы мүмкін деді. Әу танзура биха иля муслимин биайнил ихтикар. Бір мұсылман егер табысқа жететін болса, жетістікке жетіп жататын болса, қызғанышпен қарауға болмайды бір адамға. Түсінікті ме? Соны көре алмай, қызғанышпен, соның бір аяғын шалу үшін, етегінен тарту үшін, көз ол үшін жаралмаған дейді.
әу татталиа биха ала айби муслимин, бір мұсылман бауырыңның айыбын ашу үшін, мынау қай жерден қателеседі екен, мынау қай жерден сүрініп кетеді екен деген сияқты көзіңізбен сіз бір мұсылман бауырыңызды аңдымаңыз. Көз ол үшін жаралған жоқ, құрметті жамағат. Мынау құлағыңызбен шариғат тыйым салған, шариғатта жоқ істерді тыңдаудан сақтаныңыз. Әуел ғибә, өсек тыңдаудан сақтаныңыз құлағыңызбен. Әуел фухш деген не бұл? Фухш деген бұл дұрыс емес нәрсе. Ерлі зайыптылардың өздерінің үйіндегі, дұрыс па, отбасындағы сырларын, әсіресе төсек қатынастарын басқа достарының алдында жаю. Түсінікті ме? Бұл құлақпен осындай нәрселерді тыңдау, осындай әңгімелерді тыңдау зинаға апаратын, ол күнәлі іс болып табылады. Әу зикри мәсәуи нәс, немесе басқа біреулердің, қараңыз, біреуді айыптайды, өсектейді, кемшіліктерін айтады, болмайтын әңгімелер айтады. Құлақ ол үшін жаралмаған дейді. Не үшін жаралды онда құлақ? Біріншісі, құлағымыз Алла Тағаланың кәләмі, ең жақсы сөз Алланың кәләмін есту. Екіншісі, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның сүннеттерін есту. Біз, қараңыз, осы Алла Тағаланың әулиелерінің, үлкен ғалым құлдарының, пенделерінің жазып кеткен біздің өмірімізге, ақыретімізге, отбасымызға, дамуымызға, ілімімізге, ғибадатымызға, кез келген нәрсемізге бізді жақсы жаққа бұратын осы сабақтар сияқты. Қараңыз, өсиеттерін тыңдау құлақтың қызметі осы негізі. Құлақ осы үшін берген Алла Тағала бізге. Осы арқылы біз не істейміз? Осы арқылы біз وتتوصل باستفادة العلم بها إلى الملك المقيم والنعيم الدائم في جوار رب العالمين. Біз осыларды құлақпен жақсы нәрселерді есту арқылы, ілім есту арқылы құлақпен Алланың ризалығына жетеміз. Алла Тағаланың алдында дәрежемізді көтереміз дейді. Қараңыз, мына жерде қараңызшы. فَإِذَا أَسْقَيْتَ بِهَا إِلَى شَيْءٍ مِنَ الْمَكَارِهِ صَارَ مَا كَانَ لَكَ عَلَيْكَ وَانْقَلَبَ مَا كَانَ سَبَبَ فَوْزِكَ سَبَبَ هَلَاكِكَ. Егер көзіңіз болсын, құлағыңыз болсын, негізі осыны жақсы нәрсеге қолданып, өмірде де жақсы дәрежеге жетуге болады, ертең ақыретте Алланың алдында да жақсы дәрежеге жетуге болады. Ал егер сіз соны тиісті орнына қолданбасаңыз, сізге жақсылықты әкеп тұратын, сізге сауапты істерді әкеп тұратын нәрсе керісінше сіздің зияныңызға жұмыс жасап кетуі мүмкін дейді. Сізді өмірде қор қылатын, ақыретте Алланың алдында дәрежеңізді түсіріп тастайтын затқа айналып кетуі мүмкін. Алдыңызға Алла Тағала беріп қойды, алдыңызға сізге еркіндік берді, қаласаңыз жақсылыққа қолданыңыз, қаласаңыз жамандыққа қолданыңыз. Жақсылыққа қолдансаңыз, сауап аласыз, өмірде бақытқа жетесіз, ақыретте Алланың алдында дәрежеңіз көтеріледі. Жамандыққа қолдансаңыз, ол да жаман, ақыретте дәрежеңіз түседі. Алланың алдында тиісті жауабыңызды бересіз. Еркіндік өзіңізде. Бұл өкініш қой дейді. Сіздер ойламаңыздар, мынау ғайбат сияқты нәрселерде, біреуді өсектеу, біреуді сыртынан жамандау деген сияқты нәрселерде тек қана сөйлейтін адам, айтушы адам ғана күнәкар болады деп ойламаңыздар дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның хадисінде келтіреді. Естіп отқан адам, ол да сол ғайбатқа ортақтасқан адам болып саналады. Сіз бір жерде отырсыз, біреуді ғайбаттап жатыр, біреуді сыртынан өсектеп жатыр, болмайтын нәрселерді айтып жатыр. Сіз соған, мен мұны айтып атқан жоқпын ғой деген сияқты, тек қана тыңдап отыра берейін деген сияқты әңгіме болатын болса, ол дұрыс емес. Сіз де соған ортақсыз.
сол жерде тыңдап, соның әңгімесін қолдап, соны қошаметтеп отыратын болсаңыз, сіз де соған ортақсыз. Ондай жерде не істеу керексіз? Я тыйым саласыз, я ол ортадан айырыласыз басқа жаққа. Үшіншісін айттық, енді мынандай нәрсе бар. Көп жерде бізге мынандай сұрақтар келіп қалады. Имам Науави өзінің кітабында келтіреді. Енді сондай бір жер болды дейді. Жиналысқа келіп қалдыңыз, отырыстасыз, бас қосудасыз. Харам, Алла тыйым салған нәрселер бар сол жерде. Мен енді сол ортада не істеу керекпін? Өсек кетуі мүмкін ол жерде. Ол жерге арақ қойылуы мүмкін. Не бір тыйым салынған істер болуы мүмкін шариғатта. Не істеу керексіз дейді. Имам Науави өзінің кітабында айтады. Егер сіз ол жерден тұрып кете алмайсыз енді. Жиналыстың ортасы болуы мүмкін, анау мынау деген сияқты. Ондай жағдайда сіз оны тоқтатуға тырысасыз. Бұл дұрыс емес нәрсе. Мұсылман адам не істеу керек? Өзінің сенімінде нық тұру керек. Біреудің көңілі, ананың, мынаның деген сияқты дұрыс емес ол. Егер олардың қабылдамайтынын, сіздің сөзіңізді елеп ескермейтінін білетін болсаңыз, және сол жерден тұрып кету де мүмкін емес. Ондай жағдайда не істейсіз дейді? Ондай жағдайда ең болмаса соларға құлақ түрмейсіз. Өзіңіз басқа нәрсемен шұғылданыңыз. Мүмкін мысалы зікір айтып отыруыңыз мүмкін, сөткіңізге қарайсыз да, мысалы бір кітап оқып па, бір нәрсе оқып отырасыз да, көңіл бөлмеңіз дейді, ортада болып жатқан нәрсеге, ең болмағанда. Түсінікті? Ал қашан ол жерден ажырап бөлініп кетуге мүмкіндік болған жағдайда тұрып кетесіз. Болды. Міне, ең болмаған кезде сондай бір тыйым салынған нәрселер болып жатса, ең болмаған кезде соны қошаметтеп, соған кіріп, сонымен бірге кетіп қалмаңыздар. Ең болмаған кезде сөткілеріңізді ашып аласыздар да, Құран оқып отырасыздар, хадис оқып отырасыздар, немесе басқа бір әдеби бір нәрсе оқып отырып, әйтеу көңіл бөлмеу керексіздер ғой соған. Уәммәл лисан, ал тілге келейікші біз, тілге. Уәммәл лисан, тіл. فإنما خلق لك لتكثر بها ذكر الله تعالى وتلاوة القرآن. Қараңыз. وتلاوة كتابه. Тіл болатын болса, бірінші қараңыз. Алланы зікір ету үшін, мадақтау үшін, кітабын оқу үшін. وترشد به خلق الله تعالى إلى طريقه وتظهر به ما في ضميرك من حاجة دينك ودنياك. Тіл не үшін келді? Адамға не үшін берілді? Біріншісі жақсылыққа шақыру үшін адамдарды. Бала шағаңызға жақсы, енді tokkені жақсылыққа шақыру деген кезде Құранның аяты, пайғамбарымыздың хадистері, біздің үлкен әулие ата-бабаларымыздың мәшһүр Жүсіп Шәкәрім сияқты үлкен ұлағатты сөздері, соларды бала шағамызға, отбасымызға жеткізу керекпіз. Тіл осы үшін керек. Дүниеңіз үшін дейді. Мысалы, сіз кәсіп жасайтын болсаң, кәсібіңіз үшін де тіл керек. Осы үшін берілген, бірақ халал, адал болсын. فإذا استعملته في غير ما خلق له فقد كفرت نعمة الله تعالى فيه. Егер сіз қараңыз, осы тілді Алла Тағала берген өзінің міндеттемесінде қолданбасаңыз, онда Алла Тағаланың берген нығметін көрмеске салынған, нығметін мойындамағандық болып табылады бұл. وهو أغلب أعدائك عليك وعلى سائر الخلق. Осы тіл негізі адам баласын өмірде, өмірлік істерде болсын, діни мәселелерде болсын, көп сүріндіретін нәрсе осы тіл екен. Біз тілімізден көп жапа шегеміз, тіліміз арқылы көп күнә тауамыз. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадисінде келтіреді өзінің. Ла якуббун насу фин-нари ала манахирихим илля хасаиду алсинатихим деген пайғамбарымыздың хадисі бар. Адамдар дейді, Алланың азабына жолығып, Алла сақтасын, Алла Тағаланың тозағына түсетін адамдардың көп сандысы деді, тілдерінің жемістерінен дейді ол. Тілінің әсерінен, тілінің зардабынан көп адамдар Алла Тағаланың азабына, қаһарына, Алла Тағаланың тозағына түсіп қалуы мүмкін. Түседі деп айтты пайғамбарымыз. Көп күнә тілмен болады екен. Ол не болуы мүмкін? Мысалы, сіз біреуді алдайсыз, біреуге жала жабасыз, біреуді балағаттайсыз, біреудің не істейсіз, біреуге сөз тасып тіліңіз арқылы біреумен біреуді ерегестіресіз, көршімен көршінің арасына іріткі саласыз. Тіл арқылы жасалады күнәлардың көбі. Енді қараңыз,
فَاسْتُظْهِرْ عَلَيْهِ بِغَيَةِ قُوَّتِكَ حَتَّى لَا يَكُبَّكَ فِي قَعْرِ جَهَنَّمْ. Сондықтан сіз бар күш қуатыңызбен Алланың азабына жолығып қалмау үшін не істеңіз? Осы Алланың берген тіл нығметін жақсылыққа қолдануға тырысыңыз, және Алладан сол үшін көп жәрдем тілеңіз. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның хадисінде келеді. Бұл енді көп адамдар бұл хадиске қарасаңыздар өте бір ауыр хадис. Пайғамбарымыз айтады: "Иннар ражула", бір адам дейді, "ла ятакаллам", ол сөйлейді дейді, "бил калимати", бір сөз айтуы мүмкін, екі сөз айтуы мүмкін, білмейді не айтып не қойып жатқанын. "Мин сахатилла", ол сөз айтқан сөзі Алланың жаратушының азабын тудыратын сөз болуы мүмкін. Қазір неше түрлі сөздер айтады, адамдар білмейді бірақ өздері не айтып не қойып жатқанын. Қараңыз, "ла яра биха бәсан", ол өзінің ойында сол менің айтқан сөзім жай бір сөз деп ойлайды да ол. Ол сол сөз арқылы Құранның аятына, пайғамбарымыздың хадисіне, не болмаса діннің бір нақты дәлелденген парызына қарсы келіп жатқанын білмейді. Ол өзі менің ойымша мынандай деп өзінің ойымен айтады ол сөзді. Қараңыз, өзі ешқандай бір күнәлі істеп ойламайды дейді да ол айтып жатқан сөзін. Енді қараңыз, "Фаяхуй биха фи нари джаханнама саб'ина харифан", қараңыз. Осы сөз арқылы осы сөз арқылы қараңыздар, 70 жыл Алла Тағаланың тозағына кетіп қалуы мүмкін дейді. Осы сөз арқылы, Алланың азабын тудыратын сөз арқылы. Сондықтан әрбір сөз айтқан кезде қараңыздар, ол діннің нақты үкімі болды ма, парыз қылған нәрселер болды ма, абайлау керексіз содан. Сіз осы сөзіңіз арқылы Құранның ашық аятына, Алланың кәләміне қарсы шығуыңыз мүмкін. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадисінде келтіреді: "Варуя аннаху қутила шахидун фил ма'ракати ала ахди Расулиллахи саллаллаху алейхи вассалам". Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның заманында бір соғыста дейді, бір кісі, бір сахаба қайтыс болды дейді. Фақала қаилун, сол кезде қасындағы сахабалар айтты: "Хани аллаху бил джанна", сүйіншілер болсын, жәннаттық деп айтты дейді, иншалла. Сол кезде пайғамбарымыз айтты: "Ва ма юдрика лааллаху кана ятакалламу фима ла яъни ва ябхулу бима ла юғни". Сендер білмейсіңдер ғой дейді. Сендер тірісінде бір адамды жәннаттық деп ешқандай гарантия бермеңдер. Ол адам мүмкін өмірде өзіне пайдасыз істерді көп сөйлеген болуы мүмкін. Ва ябхулу бима ла юғни, өзіне пайда келетін істерге ол адам ешқашан сөз сарп етпеген болуы мүмкін дейді. Яғни өзінің даму үшін, өзінің жаңағы амал дәптеріне сауап жаздыратын сөздер, кәлималарды айтпаған болуы мүмкін ол. Бірақ өзінің зиянына жұмыс жасаған болуы мүмкін дейді тіл. Ешкімге жәннатпен гарантия беруге болмайды сондықтан. Сондықтан, құрметті жамағат, фахфаз лисанака мин самания. Тіліңізді мына 8 нәрседен, 8 түрлі тілдің дертінен сақтаңыз тіліңізді. 1. Әл-кәзиб, өтірік. Өтірік айтудан сақ болыңыздар. Фахфаз минху лисанак фил джидди вал хазл. Ол шынайы болсын, әзілдеп болса да біреуге өтірік айтпаңыздар дейді. Түсінікті ме? Әзілдеп болса да біреуді өтірік айтып, біреуге бір жерде алдап апарып, анау-мынау шариғатта рұқсат бермеген. Өйткені бір адам бірінші күн әзілдейді, екінші күн әзілдейді, бір аптадан кейін сол әзілдеп жүрген өтірігі шындыққа айлануы мүмкін. ولا تعود لسانك الكذب هزلا فيتداعى إلى الجد والكذب من أمهات الكبائر. Өйткені бірінші күн сіз әзілдеп бастайсыз, екінші күні жайлап, төртінші күні өтірік сіздің неңізге айналады, әдетіңізге айналады. Өтірік айту, пайғамбарымыз кітаптарда келеді, үлкен күнәлердің анасы бұл. Өтірік айту күнәлердің анасы. Енді қараңызшы, адам жалпы өтірікші болатын болса, қандай зиян бар адамға? Өтірікші болатын болса, бірінші сіздің қараңыз. Thumma innaka idha urifta bidhalika saqatat adalatuk. Егер сіз өтірікшілікпен елдің арасында танымал болып кететін болсаңыз, сіздің
ел арасында әділеттілігіңіз жоғалады. Яғни ислам шариғаты бойынша өтірікші адамның куәлігі жарамайды. Түсінікті ме? Өтірікші адамның айтқан сөзі сөз болып есептелмейді. Сіздің дәрежеңіз, адами құныңыз түсіп кетеді адамдардың арасында. Куәгерлікке жарамайсыз. Мысалы, некеге куәгерлікке жарамауы мүмкін өтірікші адам. Және уассиқату дейді. Неңіз жоғалады және сеніміңіз жоғалады. Сізге әйеліңіз сенбейтін болады. Сізге қасыңыздағы достарыңыз сенбейтін болады. Бір-екі рет алдаңыз, болды, сенбейді одан кейін. Сенім жоғалса, ол сенім қайтадан қайтып келмейді. Сіз қанша жыл адамдармен араласып жүрдіңіз, бір-екі рет сол адамдарды алдап, сеніміңізді жоғалттыңыз ба, анау сол жоғалып кеткен сенімді сіз неше ондаған жылдар әрекет етіп, қайтадан келтіре алмауыңыз мүмкін. Бұл деген адам бойындағы асыл қасиеттердің бірі. Имам Бұхари бір күні кемемен алыс сапарға шығады, хадис зерттеу үшін. Енді кемеде бір кісі бар екен. Имам Бұхаридің қасында алып жүрген 1000 дирхам ақшасы болған. Қасында дорбада алып жүреді ғой бұрынғы кезде. Анау кісі сол имам Бұхаридің енді сөйлесіп, әңгімелесіп, жақыннан танысып деген сияқты сол жерде сапарлас болғаннан кейін 1000 дирхам ақшасын көреді. Және оның дорбасының қандай екенін бәрін зерттеп алады да. Енді анау кісі бір бәлейқор кісі екен, сондай бір елге бәлей жабатын, біреудің мал-мүлкін алып алатын деген сияқты. Сосын ол кісі мынандай бір қулыққа барады. Кемеде бір кезде кенеттен кемеге айғай салады да, кеменің ішінде отырып. Мынау кеменің ішінде ұры бар екен. Менің дейді 1000 дирхам ақшам бар еді, қасымда алып жүрген. Осындай, дорба осындай реңде, түсте, оның аузы осындай жіппен байланған деп бүкіл кемелегілерге жар салады да. Кеменің ішінде капитаны болады, оның ішінде жаңа күзет қызметі болады, барлығына іздестіру жұмыстарын жүргізеді. Анау кемеде қанша адам бар, жеке-жеке тұрғызып қойып, не істейді? Тексеруге бастайды ғой бәрін. Енді ана адамның ойы не? Ол адамның ойы имам Бұхаридің ақшасын алып қою. Қасында жүрген. Бәле салып, жала жауып, ақшасын алып алу болды. Бәрін тұрғызып қойып, аяққа тұрғызып қойып, қаз-қатардан тексереді. Имам Бұхариді да тексереді. Енді анадан біліп тұр да, имам Бұхариға келген кезде, анау ақшаның шығатындығы. Менің ақшам сізден шықты деп, сол жерде алып алмақшы ол адам. Сосын имам Бұхариға кезек келеді, қараса, 1000 дирхам ақшасы жоқ имам Бұхаридің қасында. Бүкіл кемелегілерді іздестіріп қарап шығады, бірақ ана адам айтқандай, пакеттегі дорбадағы сондай аузы осындай жіппен байланған дәл 1000 дирхам ақша ешкімнен табылмайды ғой. Анау кісі өзі таңғап қалады да. Сосын жайлап кемеден түскеннен кейін табылмайды ақыры. Кемеден түскеннен кейін имам Бұхаридан сұрайды ғой. Негізі сізде 1000 дирхам ақша бар сияқты еді ғой дейді ғой. Сонда имам Бұхари айтқан екен, мен ол 1000 дирхам ақшаны сол ақша жоғалды деп айғай-шу басталған кезде суға лақтырып жібердім деген екен. Сосын айтады, ол негізі сіздің ақшаңыз ғой, неге лақтырдыңыз десе, енді қараңыз, адамдар тексеріп жатыр. Маған келіп қалып, егер менен сондай ақша шығатын болса дейді, елдер мені ұры деп ойлайды дейді да сол жерде. И одан кейін адамдардың арасында маған деген сенім жоғалады деген екен. Мен сенімді, адамдардың маған деген сенімін 1000 дирхамға сатып ала алмаймын деген имам Бұхари. Көрдіңіз бе? Сенім деген нәрсе сол. Бір жоғалып кетсе, оны қайтадан келтіру қиын. Сондықтан өтірік айту осы нәрсені жоғалтады. Сенімді жоғалтады адамдар арасындағы. Бихаулика ва таздарика ла'ину тахтакирук дейді. Адамдардың арасындағы дәрежеңіз түседі, сізді не істейтін болады, қор санайтын болады, өтірікші болсаңыз. Ва иза арадта ан ta'rifa qubhal kadhibi min nafsik, егер сіз қараңыз, өзіңізде өтіріктің қандай жаман екенін сезгіңіз келсе дейді. Фанзур иля кадиби гайрик. Сізді біреу алдап кетті, сізге біреу өтірік айтты.
сізге қандай жаман тиеді? Біреу алдап келсе, өтірік айтса сізге жаман ғой, дұрыс па? Сіздің өтірігіңіз де тура сондай да басқаларға жаман. Ұнатпайды сіздің өтірігіңізді ешкім. وَإِلَى نَفْرَةِ نَفْسِكَ عَنْهُ وَاسْتِحْقَارِكَ لِصَاحِبِهِ وَاسْتِقْبَاحِكَ لَهُ. Қараңыз, сіз біреу сізге өтірік айтса, оны қалай жек көресіз? Сіз де тура сондай адамдар жек көреді. Біреу сізге өтірік айтатын болса, сіздің көңіліңізде ол адамның дәрежесі қандай түседі, сіздің де дәрежеңіз басқалардың алдында солай түседі дейді. Сіз өзіңізді басқа біреудің орнына қойып көріңіз бұл мәселеде. وَكَذَلِكَ, міне осындай қараңыз. وَكَذَلِكَ فَفْعَلْ فِي جَمِيعِ عُيُوبِ نَفْسِكَ. Сен бүкіл өзіңдегі кемістікті, дұрыс емес әрекеттерді осылай өлшемге салып көр. فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي قُبُحَ عُيُوبِكَ مِنْ نَفْسِكَ بَلْ مِنْ غَيْرِكَ. Адам себебі өзіндегі қателікті, кемшілікті көрмейді, білмейді. Тек қана басқаларға қарау арқылы өзінің қателіктерін таниды. Қалай болады ол? فَمَسْتَقْبَحْتَهُ مِنْ غَيْرِكَ يَسْتَقْبِحُهُ غَيْرُكَ مِنْكَ لَا مُحَالَةَ. Сен басқа біреуден жек көріп тұрған нәрсені сенен басқа біреулер жек көреді. Мысалы, сіз басқа біреудің сізге өтірік айтуын қаламайсыз. Дұрыс па? Жұбайыңыздың сізге өтірік айтуын қаламайсыз отбасыңыздағы. Жұбайыңыз да сізден өтірік айтуды қаламайды. Дұрыс па? Мысалы, қасыңыздағы, айналаңыздағы достарыңыз уәдеңізге берік болуды, уәдесіне берік болуды сол достарыңыздан қалайсыз ба? Қалайсыз. Демек, достарыңыз да сізден уәдесінде берік болуды, уәдеңізге берік болуды қалайды. Басқа, мысалы, қызғаныш. Сіз басқа біреудің сізді көре алмай, сыртыңыздан қызғаныштық танытып, өсектеуін қаламайсыз. Басқа адамдар да тура сондай не істемейді? Сізден көре алмаушылықтың болуын, сіздің өзін өсектеуін қаламайды. Басқалар да сіз сияқты адам. Сіз нені жек көретін болсаңыз, олар да соны жек көреді. Сондықтан дейді, сіз басқалардан қаламаған нәрсені дейді, басқаларға да қаламаңыз сіз. Басқалардың өзіңізді ғайбаттауын қаламайсыз ба? Сіз де біреуді ғайбаттамаңыз онда. Әс-сәни әл-хулфу бил-вa'д. Екіншісі, мынау тілден сақтанатын күнәлардың екіншісі ол не? Уәде. Вa'д дейді, өтірік уәде. Біз көп жағдайда бұл. فَإِيَّكَ أَنْ تَعِدَ بِشَيْءٍ وَلَا تَفِيَ بِهِ. Біреуге уәде беріп ап, ант етіп ап, оны орындамай қоюдан сақтан. بَلْ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ إِحْسَانُكَ إِلَى النَّاسِ فِعْلًا بِلَا قَوْلٍ. Біреуге жақсылық жасағың келді ме, сен бірінші оған сөз берме дейді. Сөз бермей тұрып, іс-әрекетпен жасап тастауға тырыс. فَإِنْ اضْطُرِرْتَ إِلَى الْوَعْدِ فَإِيَّاكَ أَنْ تُخْلِفَ إِلَّا لِعَجْزٍ أَوْ ضَرُورَةٍ. Егер сен уәде беріп, сөз беретін болсаң, еш уақытта уәдеңнен тайма. Тек қана ауырып қалдың, анау болды, мынау болды, орындай алу сол уәдеңнің қолынан келмеді, онда сол уәде берген адамыңа айтып түсіндіру керексің. Осындай жағдай болды деп. Бізде мысалы не болады? Адам көшеде тауар сатып тұрған кезде, бір нәрсе базарда киім сатып тұр, анау сатып тұр, мынау сатып тұр. Ол адам не істейді? Ол мысалы басқа бір жерден әкелген тауар болуы мүмкін. Ол Түркияның тауары деп ант ішіп, неше түрлі сөздерді айтып сатып жібереді. Ол. Көрдіңіз бе? Өтірік уәде, өтірік ант ол. Тура сондай кез келген нәрседе сіз өзіңіздің бір сөзіңізді сендіру үшін, не болмаса өзіңізді бір нәрседен мойындату үшін, болмашы бір негізі уәде деген нәрсе, ант деген нәрсе, ол бір адамның құнына болмаса, не болмаса бір үлкен іс-әрекетке болмаса ант ішілмейді ешқашан. Ал біз көп жағдайда не істейміз қазір? Болмашы нәрсеге ғана да ол. Дұрыс па? Ешқандай бір құны жоқ нәрсеге бола Алланы араластырамыз. Алланың атымен ант етемін. Не болмаса Құран ұстаймын деген сияқты сөздерді болмашы нәрсеге қолданамыз да, құн түсіріп. Көрдіңіз бе?
өтірік уәде беруден сақтанайық. Енді қараңыз, не үшін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадисінде айтты? Уәдесінде тұрмау ол екіжүзділіктің белгісі деді. Пайғамбарымыз хадисінде айтады. Сәләтун мән күнде фихи фәхуа мунафиқун ва инсама ва салла. Егер осы үш сипат кімде-кімде болатын болса, ол адамның халы, жағдайы екіжүзді адамдарға ұқсайды деді. Біріншісі, ида хаддаса казаба, сөйлесе өтірік сөйлейді. Ва ида ваада ахлафа, уәде беретін болса, ешқандай уәде беретін болса, үзірсіз уәдесін орындамайды. Орындамай қоя салады, болды. Ва ида утмина хана, аманатқа қиянат жасайды деді. Енді бұл жерде мына нәрсені түсінгеніміз жөн, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Меккеден Медине қаласына барған кезде пайғамбарымызды үш түрлі топ қарсы алды. Біріншісі мұсылмандар. Мұсғаб ибн Умайрдың уағызымен, сол кісінің үгітімен ислам дінін қабылдаған меккелік ансар сахабалары. Бірінші топта. Екінші топта мүшриктер болды. Таза иман етпеген адамдар. Үшінші топта яһудилер болды. Осы үш топ болды Медине қаласына барған кезде. Енді осылардың ішінде пайғамбарымызға, осы мұсылмандарға, Медине қаласындағы мұсылмандарға, жалпы сол кездегі пайғамбарымызға ең көп зиян, ең көп жәбір жапа көрсеткен, мұсылмандарға ең көп қиыншылық әкелген мүшриктер де, яһудилер де емес екен. Кімдер ендеше? Мүшриктер екі топқа бөлінген. Біріншісі шынайы мүшриктер, олар пайғамбарымызды мойындамайды, көз алдында тұрып айтады: мен сені пайғамбар емессің деп айтам дейді. Сен пайғамбар емессің деп көз алдында тұрып айтады. Бұл деген еркектік, қарасаңыздар, тура сондай. Адам бір сөзді болу керек, қандай болса да. Ал екінші тобы бар екен бұлар жасырын мүшрик. Түсінікті ме? Үйіне барған кезде пұтына табынады. Бірақ көшеге шыққан кезде, сахабалардың арасына келген кезде, олар мұсылманмын деп, мұсылманша өмір сүреді. Бұлар нағыз мұнафиқтар, қараңыз. Іші мүлдем, пайғамбардың пайғамбар екенін қабылдамайды. Құран кәрімнің шынайы хақ, Алла тарапынан келген кітап екенін қабылдамайды. Бірақ пайғамбардың арасына, сахабалардың арасына барып, уағызға қатысады. Сахабамыз дейді, біз дінді қабылдадық дейді. Бірақ ішінде ондай нәрсе жоқ. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның хадисінде келген фиддәркел әсфәл, ең тозақтың түбіне кетеді дейтін мұнафиқтар, екіжүзділер осылар. Қарасаңыз, осылар. Ал енді бұл хадисте айтылған кімдер? Бұл хадисте айтылғандар дейді, бұлар мұнафиқ емес дейді. Мұнафиқтар өз екіге бөлінеді. Жаңағы Мединедегі сол мүшриктер сияқты. Екіншісі, амалында мұнафиқ жасайтын, екіжүзділік жасайтын адамдар бар. Олар осы хадисте келгендей. Ол мұсылман. Алланың бір екенін, пайғамбардың хақ екенін, қиямет күніне сенеді, періштелерге сенеді. Бірақ істеп жүрген іс-әрекетіне, амалына қарасаңыз, екіжүзділіктің белгілері бар ода. Түсінікті ме? Өтірік айтады, мүшриктер өтірік айтқан сияқты. Шынайы мұнафиқтер өтірік айтқан сияқты. Уәдеге тұрмайды, және не істейді? Аманатқа қиянат жасайды. Бұлар амалдағы екіжүзділер. Енді қараңыз, бұл амалдағы екіжүзділікті адам тоқтатпаса, бұл адамның затындағы екіжүзділік өтіп кетуі мүмкін. Сондықтан бұл нәрселерден біз не істеу керекпіз? Сақтану керекпіз, құрметті жамағат. Деп, сабағымызды осы жерде аяқтайық. Келесі, Алла қаласа, келесі сабақтарымыз ары қарата жалғастыратын боламыз. Осы тілдің кесепаттарын. Алла тағала баршамызға разы болсын. Раббана атина фид дуния хасана ва фил ахирати хасана ва қина азабан нар. Бирахматика архамар рахимин. Аллах.